Қайырлы күн, құрметті достар. Мамандық таңдау каналы есімім болсын Тілдәбек. Құрметті достар, бүгінгі видеода біз қалай жұмыс іздеуге болады, қалай жұмыс істеуге, оны қай жерден табамыз деген тақырыпта әңгіме жалғастыратын боламыз. Себебі көптеген студенттердің ең басты проблемалары оқуға түскеннен кейін, жатақжайға орналасқаннан кейінгі басты проблема ол ақшаның жетіспеушілігі. Яғни жалғыз стипендия ол айдың соңында түседі, оған дейін қалай қосымша табыс табуға болады, сол жолдарды бүгін тереңірек ақтарып өтетін боламыз. Осы сұрақтардың жауабын табатын боламыз. Құрметті достар, біздің каналдың ұнап жатса, төменде лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ал олай болса, біз бастаймыз. Өз универімізге барып, бос вакансиялар жәрмеңкесіне баратын боламыз. Ол жерде сізге, сіздің графигіңізге ыңғайлы бос вакансияларды ұсынатын болады. Және бұл жерде сіз жұмыс істейтін болсаңыз, 0,5 ставкамен жұмыс жасайтын боласыз. Яғни 70.000 теңге мен 90.000 теңге арасында жалақы алатын боласыз. Осы универге барып, кафедрада жұмыс жасағанның ең үлкен артықшылықтары ол біріншіден сіз жалақыңызды ай сайын алып отыратын боласыз. Екіншіден сіз кафедрадағы өзіңіздің универіңіздегі мұғалімдермен жұмыс жасайтын болғаннан кейін сізге көбірек таныс болады, және де көптеген плюстарды ертеңгі практика жасаған кезде, дипломды жұмыс жасаған кезде өз пайдасын тигізетін болады. Үшіншіден, ол сізде официальный Қазақстан Республикасының еңбек кодексіне сәйкес жұмыс өтіліңіз жүре береді. Яғни сіз официальный жұмыс жасайсыз. Басқа бір жерге барып, курьер болып, болмаса официант болып жұмыс жасағанға қарағанда сізде пенсионыңыз жүретін болады, сақтандыруыңыз жүретін болады. Яғни үлкен бір тұлға ретінде жұмыс жасайтын боласыз. Қосымша сіздерге екінші, үшінші курстан кейін уже әртүрлі компаниялардан, әртүрлі мемлекеттік органдардан сіздердің мамандықтарыңызға сәйкес вакансиялар жәрмеңкесі өтеді. Міндетті түрде сіздер сол вакансиялар жәрмеңкесіне қатысып, ол компаниялардан сұхбат алып, сол компаниялардан стажировкадан өтсеңіз болады. Оның барлығы сізге оқып жүріп жұмыс істегеніңіз үлкен плюсын тигізеді ертең диплом алатын кезінде. Студент болып жұмыс табудың екінші жолы ол Қазақстандағы көптеген сайттардан және де мобильдік қосымшалардан таба аласыз. Ондай сайттардың бірі OLX, Headhunter, Работа в Алматы деген сияқты сайттардан, пабликтерден іздесеңіз, өзіңізге қолайлы графикпен, өзіңізге ыңғайлы зарплатада сізге шығарып беретін болады. Ол жерде көптеген жұмыстар без опыт алады, және өзіңіздің сайтыңызға, өзіңіздің қызығушылығыңызға байланысты жұмысқа тұра аласыз. Мысал келтіретін болсақ, сіз экономика мамандығында оқып жүрсіз, бірақ сіздің бейініңіз ол дизайнерлікке бар. Не болмаса сіз жақсы клиенттермен сөйлесе аласыз, жақсы консультант бола аласыз. Не болмаса сіз ағылшын тіл пәнін жақсы білесіз. Қосымша курстарға барып, IELTS тест тапсырып көрдіңіз. Осы сияқты сізде қосымша біліктілік, мысалға домбыраны жақсы үйрене алсаңыз, сіз өнер мектептеріне барып, қосымша домбырадан сабақ берсеңіз болады. Не болмаса ағылшын тіл пәні мұғалімі болып, репетитор болсаңыз болады, қосымша балаларды дамытатын. Не болмаса оқу орталықтарына барып, мұғалім болып жұмыс жасасаңыз болады. Ол жерде сіз қаншалықты көп уақытыңызды бөле аласыз, соған қарай 100.000 теңге мен 200.000 теңгенің арасында зарплата ала аласыз. Бұл